Кеңес одағы ыдырап, Қазақстанның өз алдына ел боламыз деп отауын бөлек тігіп, тәуелсіздік алған сәті. Елдегі ірі кәсіпорындардың жұмысының тоқтауы мемлекетті экономикалық тығырыққа тіреді. Аяққа енді тұрып жатқан мемлекеттің тізгін ұстар азаматтары осы сәтте абдырап қалғаны жалған емес. Осындай қиын кезеңде үкімет басында болған Қасым-Жомарт Тоқаев экономиканың осал заңын жақсы білгендіктен елді дағдарыстан аман алып қалды. Сол кезеңде біз рекордтық көрсеткішке қол жеткізген болатынбыз. Экономикалық өсімді 13,5%-ға жеткізген едік. Мұндай көрсеткіш одан кейін болған емес. Қарқынды жұмыс жасап тұрған өндіріс жұмыстарының тоқтап, жұмыссыз азаматтардың көбейген кезеңі ел есінде ең ауыр дағдарыс сәті болып сақталған еді. Бірақ Тоқаев бастаған үкімет тоқыраудан елді аман алып шығудың тетігін таба білді. Оның тұсында Қазақстан Республикасы президентінің 2000 жылғы 23 тамызындағы жарлығымен ұлттық қор құрылды. Мұндағы мақсат елдің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету және болашақ ұрпақ үшін қаржы жинақтау, қолайсыз сыртқы факторлардан сақтану. Сонымен қатар сол кездегі ең ұтымды шешімдердің бірі халықты жұмыспен қамту бағдарламасының жүзеге асуы еді. Время было вообще напряженно, и Тоқаев сөздің емес, істің адамы. Ол әділдікті жақтайтын азамат. Премьер-министрлікке қызмет атқарып жүрген тұсымызда біз халықты жұмыспен қамту бағдарламасын жасадық. Ол компанияларды бөліп жарған емес. Президент жүйенің адамы. Елде шағын және орта бизнестің жұмысын дамытуға арналған бағдарлама жасау қажет екенін айтты. Сол уақытта халықты жұмыспен қамтуға арналған бағдарлама жасау ең ұтымды шешім болды. Закон такой, его нигде не было. Өндіріс шығындарының өсуі, баға мен пайданың, табыстың төмендеуі, халықтың тұрмыстық деңгейінің нашарлауы экономикалық дағдарыстың негізі болып табылады. 1999 бен 2002 жылдар аралығында үкіметті басқарған Тоқаев осылайша Қазақстанды дағдарыстан алып шыққан тұлға ретінде ел жадында мәңгі сақталары сөзсіз.